Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен испанский чизкейктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ерекше дәмді десерттердің қатарына жатады. Өте қолжетімді. Ал ендеше кеттік. Бүгін біз сіздермен ең тез жасалатын, ең оңай десертпен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы творожный сыр қажет. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болғаны жақсы. Творожный сырға қантты қосып араластырып аламыз. Және бізге сливки бөлме температурасындағы, жұмыртқа да бөлме температурасында, тағы да ұн немесе кукурузный крахмал қосуларыңызға болады. Ендеше кеттік, бастаймыз. Ең алдымен творожный сыр мен қантымызды біріккенше араластырып аламыз. Енді осы массамызға жұмыртқаны біреулеп салып араластырамыз. I'm dreaming in dreams bigger than me taking my... Сосын ұмытпаймыз, венчикпен де араластыруға болады, ал миксерді ең минималды жылдамдықта араластыратын боламыз. Time given to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Ең соңынан бөлме температурасындағы сливкимізді қосып араластыратын боламыз. Сливки міндетті түрде 33%-тен жоғары болғаны жақсы. Ең соңынан 2 шай қасық ұнымызды қосып араластырамыз. Немесе кукурузный крахмал қоссаңыздар да болады. Негізінде ұнды да, крахмалды да қоспаса болады. Бұл ең алғаш жасап тұрған, өзіне сенімсіз болған жағдайда, қоюланбай қалуы мүмкін деген жағдайда ғана қоссаңыз болады. Сонымен біздің испанский чизкейкке арналған смесіміз дайын. Енді қызып тұрған пеште 30-40 минут 200 градуста пісіретін боламыз. Енді дайын смесімізді 18 диаметрлі ыдысымызға орналастырамыз. Пергамент қағазды осылай биік орналастырған жақсы. Чизкейктің құрамында разрыхитель болмаса да, ол биік болып көтеріледі. Одан қорықпаймыз. Ол пісіп болғаннан кейін қайтадан басылады. Сонымен бисмиллах деп смесімізді құямыз. Сонымен қызып тұрған пеште 180-200 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз. Яғни әркім өзінің пешінің ыңғайына қарай пісіретін болады. Сонымен біздің испанский чизкейкіміз дайын. Енді кесіп көреміз ішін. Иісінің өзі қандай керемет. Қоңыр болып піскеннен қорқпаңыздар. Ол карамельдің дәмін береді.
яғни дымчатый иіс болғанымен де ол өте керемет карамелизованный дәм беріп тұрады. Міне ішкі көрінісі осындай. Енді дәмін көреміз. Дәмін көрмес бұрын осылай кез келген шоколадты булы моншада ерітіп алып, чизкейкімізді әрлейміз. Оның бетіне кез келген дәнді, фисташка, орех немесе вафельная крошканың ұнтағын себуімізге болады. Міне біздің әрленген, безендірілген чизкейкіміз дайын. Енді дәмін көретін боламыз. Үй жағдайында жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!